Ренішпен қалай жұмыс жасау керек? Ұрыстың нәтижесі татуласу болу керек. Реніш емес, реніштің нәтижесі кешірім болу керек, кек емес. Кейде реніш бар болмысымызды жаулап алған соншалықты әлемді басқа қырынан қабылдай алмай қалатын дәрежеге жетеміз. Айналасындағы адамдарды тек ренжітетін және дені дұрыс адам деп екіге айырып қана қабылдайтын боламыз. Ондай адам бейне бір жан жарасын әлдилеп, одан айырыла алмай қалғандай көрінеді. Өкпелі бала психикасы уақыт өте келе ұлғайып, өмірдің өзге жақтарын бүркемелеп тастайды. Бала күнімізде бәріміздің өкпелеген кездеріміз болғаны анық. Реніш жоғарыда айтқандай ашу мен шарасыздықтың қосындысы. Оны ашық көрсетуге болмайды. Шарасыздық өзің үшін күресе алмау, жеке шекараңды қорғай алмау, осылардың барлығы бізді өздігінен құрбандық шегіне әкеледі. Адам неғұрлым шарасыз болса, соғұрлым құрбандық шегінде болмақ. Ал құрбандық өзіне физикалық болсын, сезім жағынан болсын, зорлық-зомбылыққа ұшырайды. Ренішті былай түсіндірейік. Өзгеге өкпесі мен реніші бар кез келген адам сол реніштің құрбаны. Бұл бітпейтін шеңбер, себебі ол өзіне қыспақ тартады да ренжиді. Соның салдарынан өзін қамқорсыз сезініп, жаңа зомбылықтарға өзін дайындауды жалғастыра береді. Кей кездері өкпе реніш түпкі санада сірескені соншалықты, оны адамның өзі де сезбей қалады. Ол тіпті ренжуді ақмақтық деп немесе оны әлсіздік деп санауы мүмкін. Алайда мұндай түсінік жағдайды өзгертуге шарасыз. Керісінше, ондай реніш, яғни тасада жатқан өкпе көптеген қиындықтарға жол ашады. Қандай да бір сезімді адам сезіне алмаса, байқай алмаса, ол сезім адамды көбірек басқаратын болады. Реніш өте ұлы қуатқа ие, сондықтан да оны психосоматикалық аурулардың тізіміндегі чемпион деп атауға болады. Көп адамдар жылдар бойы бір дертінен айыға алмай жүреді, ал оның себебі бала кездегі өкпе мен реніште жатқанын біле бермейді. Адамның денесі оның естелігін арқалап жүріп, ескі ақауларды жаңа қалпында еске алғанда ауырып қала береді. Ренішті түсінудің жолы оған шынайы көзбен қарап, қалай бар болса солай қабылдау. Ол дегеніміз, өмірдегі кез келген жағдайда бала кездегі ақауды көре білуді үйрену әрі оны басқару. Әлбетте оған ұзақ уақыт кетуі мүмкін. Тіпті 2-3 жыл кетуі ықтимал. Нәтижесінде жан жарасы емделіп, ақаудағы мазохистік тартымдылықтан арыласыз. Денеңізде де психосоматикалық ауруға шалдықтыратын себеп те қалмайды. Көзіңіз ашылып, өмірдің әдемілігін көргенде ғана өмір сүруге құштарлығыңыз оянбақ. Бұл тақырып өкпе мен реніш өздігінен жоқ болып кетпейтінін түсінетін жандарға арналады. Оны түсініп, онымен жұмыс жасамаса, тасада жата беретінін түсіну керек. Ендеше ренішпен қалай жұмыс істеу керек? Кез келген психологиялық мәселемен жұмыс 2 деңгейден тұрады. Біріншісі, мәселеге қатысты ментальды материал жазып беру, ал екіншісі сол материалдан жағымсыз сезімнің қуатын азайтуға бағытталған қандай да бір методика пайдалану. Осыдан соң сезім қуаты азайған кезде менталды материалға онша әсерлене қоймайсыз. Нәтижесінде оның болашақта көрініс табуына тосқауыл боласыз. Сонымен қатар, менталды материалмен жұмыс жасау өзінің психологиялық жағдайыңа саналы түрде қарай бастауыңа көмектеседі. Психологияда өкпе ренішті кешіретін тиімді тәсілдер бар. Ренжімеуді, ренжіткен адамды мәңгі кешіруді қалай үйренеміз? Мүмкін-ау деген реніштерді кешіріп, оларды көңілден кетірумен жұмыс жасау өте маңызды. Ренжіткенді көшірудің бір тәсілі сол ренжіткен адамға хат жазу. Негізі оны қолмен жазуға тура келеді. Өйткені ол барлық нәрсені жіктеп жазуға және барлық ренішті сыртқа шығарып тастауға көмектеседі. Жазып болған соң ол қағаз не жыртылады, не өртеледі. Хатты ренжіткен адамға берудің қажеті жоқ. Хат бір парақ қағазға нақты бір адамға қаратылып жазылуы керек. Хаттың үлгісі: мен саған ренжулімін. Өйткені
үлкен болсын, кіші болсын, барлық ренішті есіңе түсіріп жаз. Мен сені кешірдім. Сен де мені ойыңа не келсе соны жаз. Сен туралы жаман ойлағаным үшін, ұрысқаным үшін, демеу болғаным үшін, сені бар қалпыңда қабылдамағаным үшін, аз рахмет айтқаным үшін, тағы басқа кешір. Сондай-ақ өзімді де кешіремін. Ендігі жерде болашақта бұл адаммен қандай қатынаста болуды қалайсың, соны жаз. Үйлесімді қатынас құрып, дос болып араласу, бір-бірімізге демеу болып қадірлеу, тағы басқа боламын. Саған нақты болған жағдайларды еске түсіріп жазу керек. Сол үшін рахмет дегендей. Мен сені мына әлемнің бір бөлшегі ретінде жақсы көремін. Құдайдың жерге жіберген таңдаулы адамы ретінде маған тәжірибе сыйлаған ұстазым ретінде жақсы көремін. Саған рахмет айта отырып, бақытты өмір тілеймін. Егер реніш өте терең болмаса, онда осы жеткілікті.